Қапшағай су қоймасының астында шынымен бейіт бар. Шілде, Қапшағай, күн аптап. Жағада адамдар шомылып күліп ойнап жүр. Ал мен жалғыз. Қасымдағы әпкем сөмке әкелуге кеткен. Судың салқындығына бой үйретіп, жүрегім тыныштала бастаған еді. Су мөлдір, жұмсақ құмды басып, жаймен тереңге беттедім. Балалық сағыныш бойды билеп аз-кем жүзіп те алдым. Кенет аяғымды бір нәрсе тартып қалды. Бір сәтке денем мұздап кетті. Су астынан шыққан суық белгісіз бір күш. Шошып кеттім. Қол аяғым дірілдеп, жағаға қарай жан ұшыра жүзе бастадым. Жеткенше артқа қарауға батылым жетпеді. Жағада тұрған әпкем таңырқап қарсы алды. Не болды? Ештеңе дедім. Бірақ жүрегім орнына түсер емес. Демім жетпей, кеудем қысылып тұр. Кешке үлкен апам шай үстінде баяу дауыспен бір әңгімені бастады. Қапшағайдың астында бұрын ауыл болған. 1970 жылдары Іле өзеніне бөгет салып, осы су қоймасын жасағанда бірнеше шағын ауыл түгел су астында қалған. Көбі көшірілді, бірақ кейбір бейіттер сол күйі көміліп кетті дейді. Кейде сол тынышсыз рухтар тірі адамға сезіледі. Белгі беріп аяғыңнан тартып ескерту жасайды. Түнде көзім ілінбей жаттым. Кенет түсімде бір тылсым көрініс пайда болды. Судың астында ақ көйлек киген бейне үнсіз тұр. Жүзін анық көрмедім. Тек көздері қара, терең, мұңлы. Тек көзқарасымен сөйлейді. Сөйлемейді, бірақ жүректі қысып ауыр тынысып береді. Таң атқанда суға қайта барғым келмеді. Қапшағай маған енді бұрынғыдай әсер етпеді. Су енді жай ғана табиғат емес. Бір құпия, бір үнсіз әңгіме іспетті сезілді. Судың түбі терең, қараңғы, ал рух мәңгілік тыныштықты іздейді. Кейде біз жүріп өткен жердің астында естелік емес, уәде бұзылған тыныштық жатады. Сен оны сезсең, бұл жай ғана белгі. Ал елемесең, келесі жолы бір емес екі қол тартады. Қой құрысын. Ойым бұзылып кетті. Енді бармаймын. Мәтін авторы Әселхан Тұрғанбекқызы.